Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жүзімнен варенье жасауды үйренетін боламыз. Бұны жаным жүзім дейді, бір талдап үзіп жейді деп, ары қарай жалғастырайық. Ең алдымен біз жүзімімізді жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Жүзіміміз сиядау деген ыдысқа суымызды құйып алып, үстіне шекерімізді салып жіберіп, кішкене қайнатып, сироп қылып дайындап аламыз. Енді жүзімімізді үстіне әдемілеп салатын боламыз. Ең баяу отта 4-5 сағат қайнататын боламыз. 2 сағат қайнатып тоқтатамыз, демалдырамыз, қайтадан жай отқа қойып қайтадан қайнатамыз. Солай 4-5 сағат қайнататын боламыз. Осылай банкымызды булап аламыз, крышкаларымызды қайнатып аламыз. Енді вареньемізді құйып жабатын боламыз. Енді закрывашкамызды алып, осылай жауып шығамыз. Тексеріп алуды ұмытып кетпеңіздер. Банкілерімізді төңкеріп қоятын боламыз. Ал достар, ұнаса маған тіркеліп кетіңдер, подписация етіп кетіңдер. Осылай күшті видеолар шығарып тұрамын. Сіздерге қиын емес деп ойлаймын подписация ету. Сау болыңыздар. Көріскенше. Сарянкю.